Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 59-шы сабақ. Егер видео ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Сөйлемдегі сөздердің байланысы. Біз бұл тақырыптан мәтін тақырыбы бойынша мазмұнын болжай аламыз. Және де сурет бойынша әңгіме құрастырып жазамыз. 34-ші жаттығу. Мәтін тақырыбы бойынша мазмұнын болжап көр. Қиядағы ұя. Қос қыранның 2 жерде ұясы бар. Бірі жоғарыда, бірі төменіректе. Екеуі де адам аяғы жетпейтін құз жартаста. Кей бүркіттерде мұндай ұя саны бұдан да көп болады. Бұл ұрпағын аман сақтап қалудың бір амалы. Бір ұядан қауіп төнгенін сезсе, екінші ұяға барып балапан басады. Мәтін не туралы? Мәтін қыран құстың ақылдылығы мен тапқырлығы туралы. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі негізгі ой ата-ананың баласына деген қамқорлығы туралы. Келесі 35-ші жаттығу. Берілген дерек сөздерді пайдаланып, қысқы ойын тақырыбына әңгіме құрастыр. Бізге берілген дерек сөздер аяз ата, қалың қар, сырғанақ, балалар зулатып, тұмарлары қанғанша ойнады. Енді осы сөздерді пайдаланып, қысқы ойын тақырыбына әңгіме құрастырады. Қыс келіп жер бетінен қалың қар түсті. Аяз ата балаларға арнайы үлкен сырғанақ жасап берді. Балалар сол сырғанақпен зулатып, құмарлары қанғанша ойнады. Қарға аунап, көңілдері көтеріліп, шат-шадыман болды. Міне осылайша сіздер өз қалауларыңызбен мәтіннің мазмұнын өзгертсеңіздер болады. Келесі 36-шы жаттығу. Сурет және сызба бойынша әңгіме құрастырып жаз. Медеу мұз айдыны. Медеу жасанды мұз айдыны. Мұнда жазда да сырғанауға болады. Мен құрбыларыммен жиі келемін. Бізге мұзда сырғанау ұнайды. Келесі 37-ші жаттығу. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз. Қоршаған орта біздің ортақ үйіміз. Оны қорғау керек. Кез келген жерге қоқыс тастама. Сөйлемдегі сөздердің байланысын тап. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз.